Ертеде ешкі жүні бөртеде. Мақта қыз бен мысық дос болыпты. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір күні мүйіз тауып алады да, мысығын шақырады. Мысығы келмейді. Қыз келмесең келме дейді да, мүйізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысығы келіп, мені неге шақырдың дейді. Мақта қыз айтпайды. Ендеше қатығыңды төгіп тастайым дейді. Мақта қыз, мен сенің құйрығыңды жұлып аламын дейді. Мысық қатықты төгеді, мақта қыз мысықтың құйрығын жұлып алады. Мысық мақта қыз, құйрығымды берші дейді. Мақта қыз, менің қатығымды төйле дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Менің қарным ашып тұр. Маған жапырақ әкеп берсең, мен саған қатық беремін дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш, маған жапырақ берші дейді. Жапырақ, мен шөлдеп тұрмын. Маған су әкеліп берсең, мен саған жапырақ беремін дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңдерші дейді. Қыздар оған, бізге сағыз әкеп берсең, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкеншіге барады. Дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші, маған жұмыртқа бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауықтар, бізге дән әкеп берсең, біз саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық не қыларын білмей келе жатса, үн қазып жатқан бір тышқанды көреді. Мысық тышқанға тап беріп, жаныңның барында айт, үйіңде не бар дейді. Тышқан қорыққаннан, үйімде бір табақ тарым бар дейді. Мысық, онда маған бір уыс тары бер дейді тышқанға. Тышқан үйіне барып, мысыққа бір уыс тары алып кеп береді. Мысық тарыны алып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақта қызға береді. Мақта қыз, мені кешірші, енді сенің қатығыңды төкпеймін дейді. Мақта қыз, жарайды, кешірдім, сен де мені кешір деп мысықтың құйрығын қайтарып береді. Содан бері екеуі тату тәтті өмір сүреді.